Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын абрикостан тосап жасайтын боламыз, яғни варенье. Ол үшін абрикосымызды жуып тазалап, осылай бөліктерге бөліп турап шығатын боламыз. Мен 4,5 килограмм абрикосқа 5 килограмм қант қолдандым. 4 килограмм қантты дәл осылай тураған кезде салып, осылай қантымыз толықтай еріп, суы шыққанға дейін қалдырдым. Міне, қантымыз толықтай еріп, суы шыққаннан кейін отқа қойып қайнататын боламыз. Қайнату барысында асты жабысып қалмас үшін міндетті түрде қозғап тұрған дұрыс. Мінекей, біздің абрикосымыз қайнап шықты, енді астын басатын боламыз. Дәл осылай абрикостарымыз қайнап, әдемі болып шығады. Қатты қайнап кетпеу керек, және де ыдысымызда тым көп абрикос болмағаны дұрыс. 4 килограмм абрикосты бірақ мен бөлместен қайнаттым. Бір ыдысқа қайнаттым да, яғни 2 ыдысқа бөліп қайнатқан жоқ. Егер сіздерде көп болса, 2 ыдысқа бөліп қайнатқан дұрыс. Енді осының үстінен қантты сироп құятын боламыз. 1 килограмм қанттың үстінен 1,5 литр ыстық қайнап тұрған суымызды қосып, жақсылап қантымызды ерігенше араластырып, қантты сироп дайындап алатын боламыз. Сол қантты сиропты жаңағы қайнап тұрған вареньеміздің үстіне құятын боламыз. Мінекей, қантты сиропты жақсылап ерітеміз, сонда суымыз да сол аралықта жылы болып қалады. Мінекей, қантты сиропымызды құйып, тағы да бір 10-15 минуттай қайнататын боламыз. Бұл бізде қайнау барысында абрикостарымыз суы тартылып, сухой болып қалмас үшін керек, және де тосап тұрған сайын қою тартады. Міне, қайнаған абрикосымызды, 20 минут қайнаған абрикосымызды 7-8 сағатқа абрикостарымыз толықтай, вареньеміз толықтай суығанға дейін қалдыратын боламыз. Сонан соң екінші рет қайта қайнатамыз. Міне, біздің абрикостарымыз толықтай суыған және де дана-дана болып тұр. Бірақ бұл әлі дайын емес. Енді толықтай суыған абрикостарды тағы да отқа қойып қайнататын боламыз. Міне, байқасаңыз, түсі қызғылт тартып, ерекше түске айналып жатыр. Барлығын 30-35 минуттай қайнататын боламыз. Яғни 2 бөліп 30-35 минутта қайнататын боламыз. Бірақ міндетті түрде екінші рет қайнатқан кезде вареньеларыңыз толықтай суы қажет. Бұл кез келген вареньеға қажетті мәлімет. Толықтай суыған кезде екінші рет отқа қойсаңыздар, ешқандай езілмейді, дана-дана әдемі болып шығады. Мінекей, енді біз абрикостарымызды стерилизовать етілген банкілерімізге құятын боламыз. Не байқасаңыздар, абрикосымыз өте әдемі, әрі сулы, және де қысқа дейін абрикостар міндетті түрде суымыз қою тартады, яғни қантымыз тұра-тұра қоюласады. Бұл кез келген вареньеде болатын жағдай. Осылай жуып тазаланған стерилизовать етілген банкілерге құйып, жақсылап орайтын боламыз, бұрайтын боламыз. Неге? Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде абрикостан тосап жасауға кеңес беремін. Енді осылай закрывашкамен бекітіп алатын боламыз. Мен далада, таза ауада жауып алдым. Қыстың қамын жаз ойла деп осылай жақсылап жауып алдық. Егер сізге видео ұнаған болса, өзіңізге керекті пайдалы ақпарат ала алған болсаңыз, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз, мені жоғалтып алмас үшін. Алдағы уақытта сіздермен керемет банкілердің рецептілерімен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Неге осылай жақсылап бұрап алатын боламыз. Өзге вареньелардан, өзге жемістердің вареньесінен қарағанда өте ерекше болып шығады. Неге жақсылап бұрап аламыз. Міндетті түрде
Банкіміз стерилизовать етілген, крышкаларымыз ыстық суда қайнатылған болғаны дұрыс. Міне ешқандай тіс жоқ, өте әдемі болып жауылып шықты бұралды. Егер сізге видео қызық болған болса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтетін боламын. Міне, дана болып шықты, өте әдемі көрінеді. Қыстың күні рахаттана жейсіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.